Құрметті тыңдаушылар, біз бүгін ерекше білім беруге қажеттілігі бар балаларды әлеуметтендіру және білім беру интеграциясы мәселелерінің өзектілігі жайында сөз етеміз. Өзі жалпы кез келген қоғамда оның қоғамдық тарихи, экономикалық және мәдени даму деңгейіне қарамастан ерекше білім беру қажеттілігі бар адамдар әлеуметтік жағынан ең осал топты құрайды. Соматикалық, психикалық, қозғалу, мінез-құлық, зияткерлік саладағы елеулі бұзылыстар адамның қоғаммен толыққанды қарым-қатынас орнату мүмкіндігін қиындатады немесе күрт шектейді. Мұнда инклюзивті білім беру маңызды рөл атқаруы керек. Оның маңызды басты міндеттерінің бірі ерекше білім беру қажеттілігі бар балаларға және даму мүмкіндіктері шектеулі балаларға әлеуметтенудің, әлеуметтік бейімделудің және қоғамға кірігудің мүмкін болатын ең жоғары деңгейіне қол жеткізуге көмектесу болып табылады. Ерекше білім беру қажеттілігі бар балалардың әлеуметтік және білім беру интеграциясы проблемасының өзектілігі даму ерекшеліктері бар балалардың білім алуда басқа балалармен тең мүмкіндіктері болуы керек деген ұғымның аясында қарастырылады. Себебі инклюзивті білім беру ерекше білім беру қажеттілігі бар балаларды социумға тартылуы тиіс деген түсінікке негізделген білім беру жүйесі. Біздің тілімізде қолданылып жүрген дамуында ауытқулары бар балалар термині, егер дербес алатын болсақ, дебил, идиот, даун, спастик, алалик, дизартрик және тағы басқа да жеке адамның аномалиясын, кемшілігін көрсететін терминдердің жалпы атауы болып келеді. Өкінішке орай, қоғам толық инклюзивті білім беруге дайын емес. Бірақ мемлекет мұндай адамдарды қолдау қажеттілігін айқындап отыр. Ерекше білім беру қажеттілігі бар балалардың ата-аналары балаларды жаппай мектептерге апаруға асықпайды. Өйткені инклюзивті білім беру мәселесіне қатысты түсініспеушіліктер орын алуда. Жалпы балалардағы түрлі болатын ауытқуларды егер дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы деректері бойынша ұсынатын болсақ, онда жалпы халықтың 2-3% мүгедек балалардың үлесіне тиеді. Бұған көптеген факторлар әсер етеді. Экологиялық мәселелер, техногендік төтенше жағдайлар, яғни түрліше авария, апаттар, жарылыстардың орын алуы, табиғи сипаттағы төтенше жағдайлар, жер сілкінісі, цунами, өрт, су тасқыны, сел, дауыл және басқа да табиғи құбылыстар. Келесі алкоголь немесе есірткіні шамадан тыс пайдалану. Әрқашан күйзеліспен байланысты қоғамдағы дағдарыстық құбылыстар, тұқым қуалайтын өзгерістер және де дамудың қолайсыз жағдайлары да анықталады. Егер біз тұқым қуалайтын өзгерістер балалардың 8-10%-ында кездеседі десек, дамудың қолайсыз жағдайлары бұл 20-дан 50%-ға дейінгі аралықты ауытқып тұрады. Статистикалық деректер ерекше білім беруге қажеттілігі бар адамдардың әлем бойынша 11 миллионға жуық екендігін айқындап отыр. Оның ішінде 18 жасқа дейінгі ерекше білім беру қажеттілігі бар балалар 620.300 көрсеткішті көрсетіп отыр. 7 жастан 18 жасқа дейінгі ерекше білім беру қажеттілігі бар балалар 1.600.000-ға жуық. Отбасында ерекше білім беру қажеттілігі бар баланың болуы ұзақ уақыт бойы отбасылық құпия бола алмайды. Сондықтан ерте ме, кеш пе ата-аналар көршілердің, әріптестердің, достарының және көшедегі адамдардың балаға деген мүсіркеу реакциясын байқауға мәжбүр болады. Өмірдегі орын алатын сынақтар да аз болмайды. Ерекше білім беруге қажеттілігі бар балалар айналасындағылардың өзіне деген аянышты, мүсіркеу, мазақ ету сынды көзқарастарға тап болады.
Бұл мектеп қабырғасында да, жалпы қоғамдық орындарда да қайта-қайта алдынан шығып отырады. Бала мен отбасы үшін бұл өте ауыр сынақ болып табылады. Ерекше білім беру қажеттілігі бар балаларды оқшаулау олар туралы жағымсыз стереотиптерді күшейтеді. Психологиялық зерттеулер көрсеткендей, ерекше білім беру қажеттілігі бар адамдар туралы жағымсыз идеялар көп жағдайда олармен ешқашан кездеспеген, бірақ жай ғана әсер ететін адамдар арқылы таралатындығы айқындалады. Мүмкін бұл ерекше қажеттіліктер бар балалардың ата-аналарына жаңаша міндет жүктейтіндей, яғни әлемге деген ашықтық принципін ұстану қажеттілігін айқындайды. Бұл әзірге әрқашан сені дұрыс түсініп, қабылдауға дайын емес қоғамда өмір сүруге үйрену, бейімделу қажеттілігін айқындайды. Әйтсе де, әлде болса біз ерекше білім беру қажеттілігі бар балаларға өз деңгейінде көңіл бөліп жағдай жасамағанымызбен де, қоғам барлық мүмкіндіктерді ол өзінің қоғамның толыққанды мүшесі ретінде қабылдауына мүмкіндік беріп отыр. Қазіргі уақытта дене кемістігі бар адамдардың жағдайына көңіл бөлініп, оларды оңалту орталықтарында түрліше әлеуметтік, педагогикалық, психологиялық тұрғыдан қолдау көрсетіп отырғандары, қаражат бөлініп, жәрдемақы төленетіндігі, тіпті кейбір тұлғаларға жеңілдіктер тағайындалатындығы айқын. Бірақ басты мәселе бұл адамдардың рухани дамуы, моральды қолдау. Біз олардың тағдыры, орындалмаған армандары туралы ұмытпауымыз керек. Бұл жандардың көңіліне қалай үміт ұялатуға болады. Мәселен, жоғары оқу орнында өздеріңіз білесіздер, мынау қалдық білімді тексеретін арнайы сынама өтеді. Сол сынама барысында біз осы үлгерімі төмендеу студенттің біріне сіз осыны қатыспай қойсаңыз қайтеді деген ұсыныс жасадық. Бұл даму деңгейі қалыпты бала, бірақ білім алу деңгейінде сәл өзінің қатарына қарағанда артта қалушылық байқалады. Бірақ сол бала сол кезде мынандай ұсыныс айтты. Мен де өзімнің қатарларыммен бірге тапсырып, солардың басынан өткерген іс әрекеттерінің барлығын мен де өз білімім арқылы өткізіп көргім келеді. Менің оған құқым бар деп. Тағы бір жағдай болды. Бітірушілердің диплом жұмысын жазу кезеңі басталды. Біз тақырып бекітер кезеңде көзі нашар көретін бір тұлғаны шақырып, оған егер өйткені ол барлық әрекетті ол көзі көрмесе қалай жазады? Өте нашар көреді. Сол себептен де біз оған диплом жұмысын жазудан бас тартып, жай ғана ауызша кешенді емтихан тапсыруды ұсындық. Бірақ бұл студент біздің ұсынысымызды дұрыс қабылдамады. Өйткені ол өзін мені мүсіркеп тұр, маған аяныш білдіріп тұр дегендей, ол да қоғамның бір мүшесі екендігін дәлелдегісі келгендей, бізге жоқ, мен диплом жұмысын жазамын. Сіздер маған диплом жұмысын жазуға кедергі келтіре алмайсыздар дегендей пікір айтты. Амал жоқ, біз диплом жұмысын жетекшісін бекітіп, тақырыбын бекітіп, диплом жұмысын жазуға рұқсат алдық. Әйтсе де, диплом жұмысы қорғалу барысында біз жұмыстың өз деңгейінде жазылмағандығын, тіпті талапқа сай келмейтіндігін айқындадық. Не істеуге болады? Егер бұйрықпенен арнайы бекітіліп кеткен соң, бұл студент қалайткенде де ол дипломды қорғап шығу керек. Оның қанағаттандырарлық баға алатындығы, немесе өте жақсы, немесе жақсы деген баға алатындығы маңызды емес. Ең маңыздысы жұмыстың талапқа сай орындалып, қорғауға жіберілуі. Амал жоқ, біз студентке жаппай кафедра ұжымы тарапынан көмек көрсетіп, жұмыстың барлығын безендірілуін, ондағы мәліметтердің берілу деректерінің барлығын талапқа сай орнатып, содан соң ғана студентті қорғауға жібердік. Міне біздің егерде сол ерекше білім беруге қажеттілігі бар тұлға да
және педагогтар да сол бір-бірімен қарым-қатынас деңгейінде өздерін тең ұстау, олардың құқығын кемсіту деп қарамай, керісінше әлемге деген ашық болу принципін ұстанатын болса, мұндай олқылықтар орын алмас еді деп ойлаймыз. Алайда қоғам ерте ме, кеш пе ерекше білім беруге қажеттілігі бар тұлғаларға деген көзқарастардың өзгеретіндігіне сенімді. Бүгін біз шексіз физикалық мүмкіндіктері бар, ерекше білім беру қажеттіліктері бар тұлғалардың көпшілік қызығатындай өмір тарихы бар екендігін білеміз. Мұндай адамдар бар, ерекше керемет ерік жігерге ие. Сондықтан да оларға деген ерекше құрметті сезімін оятуға сіз бен біздің шамамыз келеді деп ойлаймыз. Демек, осы мақсатта біз инклюзивті білім берудің толеранттылық принципін басымдық беруіміз қажеттілігі айқындалады.